Сәлеметсіздер мен Целиноград ауданы тұрғындары. Бүгінгі тікелей эфирде Целиноград ауданы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы басшысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Иса Апсаттар Үкібайұлы Целиноград ауданында коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдайы, вакцинация және ревакцинация туралы баяндайды. Бүгінгі күн тәртібіндегі бірінші сұрақ. Қазіргі таңдағы эпидемиологиялық жағдайды айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті Целиноград ауданы тұрғындары, қонақтар. Біз әдеттегідей сіздермен Целиноград ауданы бойынша жалпы коронавирустық инфекцияның ахуалы әлем бойынша, қысқаша облыс бойынша көрсеткіштерге, статистикалық мәліметтерге тоқтайтын боламыз. Және бүгінгі таңда екпе жұмыстарының жүргізілу қарқыны барысы жайында айтып өтетін боламыз. Енді статистикалық мәліметтерге жүгінетін болсақ, жалпы пандемия басталғалы бері аудан көлемінде біздің аудандық басқарманың есебінде жалпы 1360 жағдай тіркелген болатын болса, Целиноград ауданы бойынша 1945 жағдайға тиесілі болады, және біздің Қосшы қаласында 585 жағдайда есепке алынған болатын. 2020 жылдың көрсеткіштері ауданымыз бойынша 263 болатын болса, Қосшы қаласы бойынша 111 жағдайға тіркелген. Енді осы аурушаңдықтың көрсеткіштерінің барлығы, егер сіздер байқаған болатын болсаңыздар, біздің соңғы август, сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айларына тікелей пик заболеваемости деп айтылады. Осы аурушаңдықтың ең жоғары көрсеткіштері осы айларда көрсетілген болатын. Соңғы желтоқсан айында аурушаңдық көрсеткішінің тіркелуінің азаюы, бәсеңсуі байқалады. Жалпы қараша, қыркүйек айларында көптеп тіркелген болатын болса, нақты есептік көрсеткіштерге жүгінетін болсақ, бұл статистикалық мәліметтер біздің Астана қаласының ылғида айтатындай Целиноград ауданының географиялық ерекшеліктеріне байланысты біздің есебіміздің көпшілік бөлігі Нұр-Сұлтан қаласының есебіне кіріп кетеді. Өйткені біздің халқымыздың, тұрғындарымыздың сол Нұр-Сұлтан қаласындағы дәрігерлік емдеу мекемелеріне тіркелуіне және өзінің сол жақта есепте тұруына байланысты аурушаңдықтың көрсеткішінің бәрі сонда кететін болады. Енді жас ерекшеліктеріне қалай тоқталатын болсақ, жас ерекшеліктерінде көбінесе бізде 60 және одан да жоғары жастағы адамдардың есептік үлесіне келетін болсақ, аудан бойынша Целиноград ауданы бойынша 548 жағдай тіркелген болатын болса, Қосшы қаласы бойынша 470 жағдай тіркелген болады. Енді осы жылдың үстіміздегі жылда, 2021 жылы, өткен жылы пандемия басталған кезде жасөспірімдердің арасында және оқушылардың арасындағы аурушаңдық көрсеткіші өте аз болатын болса, үстіміздегі жылы жасөспірімдердің арасында 15-17 жастың арасындағы жағдайдың тіркелуі сначала пандемия бастағалы бері 273-ге келіп тіркелді де, Целиноград ауданы бойынша 154 жағдайда есепке алдық, Қосшы қаласы бойынша 119 жағдайда балалар мен жасөспірімдердің оқушылардың арасындағы есептің тіркеулері бар. Бұл сандық көрсеткіштің ішінде балабақшалардың ішіндегі есеп бөлек тоқталып өту керек. Аудан бойынша 0 мен 14 жастың аралығындағы аурушаңдық тіркелген Целиноград ауданы бойынша 300 жағдай тіркелген болатын болса, Қосшы қаласында 226 жағдай тіркелді. Енді біздің эпидемиологтардың, мамандардың аурушаңдық көрсеткішін талдау кезінде, талқылау кезінде, сұрау кезінде, ошақтарды зерделеу кезінде көпшілігі аурушаңдыққа шалдығатындар біздің пенсионерлер, зейнеткерлік жасындағы кісілеріміз және студенттер, медработниктер, оның ішінде дәрігерлер де бар, және біздің ұстаздарымыз есепке алынған. Ал елді мекендердің бөлінісіне тоқталатын болсақ, көбінесе Қосшы қаласында аурушаңдықтың көбісі тіркелген, және Ақмол ауылында және үлкен елді мекендерде, ауылдық елді мекендерде тіркелген. Бірде жағдайда тіркелген есептік көрсеткіштер ол Сарыкөл, Қызылсуат, Нұресіл, Төңкеріс, Қызылжар елді мекендерінде бір ғана жағдайлардан тіркелген. Барлық ошақтар, ауру ошақтар біздің эпидемиологтармен уақытылы сұрау жүргізіліп, тексеріліп, қарым-қатынастағылардың бәрі ПТР тестілерден жүргізіліп, оларды оқшаулау жұмыстары, ошақ пен жұмыс жұмыстары уақытында жалғастырылуда.
Екінші сұраққа өтсек, коронавирус індетіне қарсы егумен қамту жайлы туралы айтып өтсеңіз. Енді құрметті аудан тұрғындары, біз осы уақытқа шейін біздің екпе жұмыстарын, коронавирус инфекцияға байланысты екпе жұмыстары басталғалы бері біздің ауданымызда жалпы бүкіл мұғалім ұстаздарымыз 99%-ға егілді, дәрігерлер 99.8%-ға егілді, әскери қызметкерлер, құқық қорғау органдары 100%-ға егілді, мемлекеттік қызметкерлеріміз де 100%-ға, барлығын егуге жататын топтағылардың барлығын егумен қамтыдық. Енді жалпы халықтың санына келгенде, аудан тұрғындарының халқының саны ол деңгейге әлі жете алмай отырмыз. Одан бері қарай біздің облысымызға және ауданымызға жасөспірімдер мен балалардың оқушылар арасындағы 12 және 18 жастың аралығындағы Pfizer США Комирнатый вакцинаның аты, Комирнатый вакцинасымен егу қарқынды басталып кетті. Барлық елді мекендерде, ауылдарда ата-аналармен, жоғарғы сынып оқушыларымен, ұстаздармен осы екпені пайдасы, екпені түсіндіру жұмыстары басталып кетті. Аудан әкімінің орынбасарымен, емхананың қызметкерлерімен, басшысымен және біздің санитарлық қызметтің мамандарымен бірге барлық елді мекендерде онлайн форматта және тікелей жүздесу арқылы барлық ауылдық елді мекендердің мектеп қабырғаларында кездесіп, оқушылармен, ата-аналармен түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Вакцинаның Америкада, США-да BioNTech компаниясымен бірге, немістің компаниясымен бірге нанотехнологиялар арқылы жасақталып шыққан барлық жерде айтып түсіндіріп жүрміз. 12 жас пен 18 жастың аралығында балаларды, жасөспірімдерді, оқушыларды егумен қамтылуда. Дамыған елдерде, медицинасы дамыған елдерде, Израильде, Америкада уже 5 жастан, 6 жастан бастап оқушыларды, жасөспірімдерді егумен қамтылу оларда қолға алынып кеткен. Біздің ауданның көлеміндегі жалпы егуді осы жасөспірімдер мен балалардың арасындағы егу қамтылуына тоқталып өтетін болсам, жалпы Pfizer компаниясының Комирнатый вакцинасының жалпы 5650 егуге жататын жасөспірімдер, оның ішінде жаңағы емізулі аналарымыз және жүкті әйелдерді тіркелген болатын болса, алған біздің ауданымызға келген 540 дозаның бүгінгі таңда 299-ы егіліп бітті. Оның ішінде 12-17 жас аралығындағы 167 балаларға ектік және жүкті әйелдерге егілді, 11 жүкті әйелге егілді және емізулі аналардың ішіндегі 121-ді санды қамтиды. Яғни осындай мәлімет Қосшы қаласы бойынша да көрсетілген. 390 дозының 12 мен 17 жас аралығындағы 126 жасөспірімдердің оқушылардың арасында егілді де, 5 жүкті әйел және 200 егілгендердің саны Қосшы қаласы бойынша 110 емізулі аналарға екпе жұмыстарын жалғастырылуда. Жалпы аудан көлемінде осы Pfizer Комирнатый вакцинасымен екпе жұмыстарын түсіндіруде, егу жұмыстары да жалғастырылуда. Ата-аналардың арасында алдындағы түсінбеушіліктер, қорқу, көптеген көкейлерінде жүрген ойлар, сұрақтардың бәрі шешімін табуда. Жаңа жылдың мерейтойы кезінен кейін де, одан кейін де ары қарай өзінің жалғасын табатын болады. Қазіргі таңда Целиноград ауданы, жалпы Ақмола облысы қандай аймақта орналасқан? Жалпы өздеріңіз білесіздер, 3 аймаққа бөлінеді: жасыл, сары, қызыл аймақ. Қазақстан біздің елімізге бойынша 2-3 аптаның көлемінде қызыл аймақтан шыққан болатынбыз. Соңғы аптада біз жасыл аймаққа өттік. Енді Ақмола облысы да соған тиісті жасыл аймаққа өтіп, 2 облыс қана қалып тұрған. Солтүстік Қазақстан облысы, тағы бір облыс пен 2 облыс қана біздің қызыл аймақта отырған. Енді Ақмола облысы бойынша аймақтардың бөлінісіне қарайтын болсақ, Аршалы, Ақкөл, Астрахан аудандары қызыл аймақта, сары аймақта Қорғалжын, Егіндікөл, Атбасар, Бурабай, Есіл, Шортанды, Біржансал аудандары болып отыр. Ал жасыл аймақта Жақсы, Жарқайын, сонымен қатар біздің Қосшы қаласы мен Целиноград ауданы, Зеренді ауданы, Бұланды, Ерейментау, Сандықтау, Көкшетау қаласы мен Степногорск қалалары,
жасыл аймаққа өтіп отыр. Бұл дегеніміз аурушаңдық деңгейінің осы уақытта бүгінгі таңда бәсеңдеуі байқалады деген сөз. Және осы тұрақты жағдай қалыптасатын болса, тиісінше біздің бас санитарлық дәрігердің жеке қаулысымен межведомственный комиссия дейді, үкіметаралық комиссияның шешімі бойынша шектеу шараларының ары қарай жеңілдетілуі мәселелері қаралатын болсақ, егер жағдай тұрақталатын болса, құрметті аудан тұрғындары, тағы да атап нақтылап айтып өткім келеді, пандемияны, осы коронавирустық инфекцияны жеңудің жолы тек вакцинация болады. Біз ұжымдық иммунитетті қалыптастырмай пандемияны жеңу бізге мүмкін емес. Барлық елдің ғалымдары, медициналық дәрігерлер, сіздерді біз бүгінгі таңда егу жұмысына қатысуға шақырамыз. Рахмет.